мал ұстайтын малшыларға жақсы бір кеңесім бар. Соны тыңдап кетіңіздерші. Мал ұстайсыңдар ғой, оны тезегі қалады. Біз тезегін бәрін лақтырамыз. Негізі тезек деген, тезекпен, соның тезегімен байып атқан адамдар бар ғой. Біз байғұс оның бәрін лақтырамыз. Игере алмай жатырмын мен, шынымды айтайын. Әкім мына жақтан келеді, тезегіңді шығар, ауылдың арасынан тезек ұстама, давай. Мына КамАЗдар келіп тұр, штрафтаймыз, анау мынау дей береді. Мен айтамын, керек маған. Міне не үшін керек айтайын ба сендерге? Бұдан жеміс алмаймын. Міне қараңыздаршы. Сендерге осынша жетеді міне. Мынаны егіп тастаңыздар. Сендерге тегін міне. Удобрение, анау мынау химикат деген нәрселер тастаңдар мінекей өзі. Мынандай болса да міне. Қара, сендерге жетеді міне. Мынау болгарский шығып жатыр міне. Мынандай капельница саласыңдар. Капельницадан ішіне кішкене тамшылап ағады, су бар ғой. Сол жетеді. Ешқандай сен артынан жүгіріп жүрмейсің. Су мына жаққа қашып кетті, су ана жаққа қашып кетті, жүгірмейсің. Өзінің бойына мінекей тамырдың бойында жатыр міне. Мына жерінде. Су барады міне. Мына жерде жатыр міне. Мына жерден су келеді, тамшылап ағып тұрады. Сен оны мына жаққа бұрып су асып кетті, тасып кетті деген жоқ. Бөденекке қойып қоясың. Біраз уақыттан кейін өзін өшіріп тастай саласың. Қараңыздаршы, мына капусталар шығып жатыр, я. Мінекей. Шығып жатыр мінекей. Жүйерлер. Мына өсіп қалды. Мына жерде огурцилар. Мына жерде огурцы бар екен. Міне. Қара, тамаша емес пе? Қараңыздаршы, міне қашта тамаша. Сен химикат базарда бар ғой, сатушылар химикатпен әкеледі, сатады. Қандай дәмді. Иісін айтсайшы. Ертең помидор шығады, әлі помидор шыққан жоқ. Базарда помидор жегін келмейді. Мына қолда өскен помидор, огурцы жеген деген бар ғой. Базардасың. Базарда сәндік үшін қояды. Дастарханға. Адам өмір сүру үшін организмге керек огурцыйды базарда сатпайды. Оны тек бір армандағанда, бір жеңілгенде бар базардан алатын барсыңдар, бірақ онда үйдің огурцыйында болмайды. Морковтар өсіп жатыр. Сендер мал бағып, мал ұстаған соң обязательно ол тезегі болады, 100% болады. Европада ол тезек деген алтын Европада. Біз байғұс лақтырамыз бәрін, морковты. Бұның бәрі тезекке ғана шығады, тезекке. Ешқандай химикат, удобрение керек емес. Мұның бәрін чеснок түнетін уақыт болып қалды. Жинап үлгере алмай жатырмыз чеснокты. Мына қара чеснокты қара. Қолдың чесногі. Китайский чеснок базарда толып тұр. Қазақстанның чесногы болса да бұны химикатпен өсіреді. Қараңызшы. Просто мұнан қара дым жоқ, ештеңе жоқ көп. Араластырмайсыңдар. Бұл жерге навоз төсей береміз, мына топырақ қылып кетеді навоз деген. Бұны әкімдер түсінбейді. Шығар деп айқайлай береді. Оларға тазалық керек. Тазалық болсын дейді. Қайдағы тазалық? Ол тазалық, ол навоз деген таза нәрсе ғой, химикат нәрсе емес қой. Міне помидорлар шығып жатыр жайлап. Әлі қызара қойған жоқ. Альхамдулилля. Мал бағып, малдың соңында жүріп жатыр екенсің, ақыр тезегі бар екен. Егіп тастаңдар, мынандай қылып. Мен қазір айтамын, навозды қалай төсейтін. Бұқта міне клубникалар өсіп жатыр бізде. Так, балдар теріп кетпесе қарайық, клубникалар балдар теріп алып кетеді негізі. Жинап алып жеп қояды. Так, міне. Көріп тұрсыңдар ма клубниканы? Бисмилля. Бұндай дәмді, осындай аузыңа еріп кететін клубника жоқ. Базарда клубниканы барып жейтін болсаң бар ғой. Базарда клубниканы. Қап-қатты картош жеген сияқтысың. Домашний клубниканы кәдімгідей өзі. Ол аузыңа түскен мезгілде ерейді. Просто ерейді. Әкім адамдарын жіберіп береді, участковый жібереді, мына тезегін шығар. Мен айтам, тезек тұру керек кішкене деймін да. Ол тұрмаған соң, оны свежий тезекті апарып төсе салсаң мынаған, ол күйдір жібереді. Ол біраз тұру керек. Ол әкім айтады, жоқ, бізге тазалық керек, сенің шаруан керек емес, короче.
адам білмейміз қалай істейтінімізді. Енді оны бір жолын табу керек. Асқабақ деген керемет нәрсе. Оны малға да бердік, әйтеуір жедік, әйтеуір біреулерге де бердік. Асқабақ өте күшті. Өзіңе де күшті, тамаққа қоссаң вообще күшті. Именно неге қосады, әйелім бір нәрселер қосып араластырып береді. Дәмді болады, күшті болады. Капельница мынандай 32-лік тұрып алу керек, наверное, 32-лік тұрып алу керек. 32-лік тұрып аласыңдар да, мынандай крайник аласыңдар, жалғай саласыңдар. Бітті, дәм жұмысы жоқ ешқандай. Дым да жұмыс жоқ. Мынандай крайникпен істеңдер. Без крайник алатын болсаңдар өте қиын, өйткені кейбіреулері су көп керек болады. Мысалы, огурцыйға су көп керек, мыналарға су керек емес. Сол себепті бір ненің бойында ғой енді. Сосын мыналар жауып саласын, огурцыйды суарай бересің, короче.